құрметті ұстаздар және форумға қатысушылар. Бүгінгі біздің алаң жастары пікірсайыс орталығына қош келдіңіздер. Дебатқа жеңіске жетсем екен деген оймен емес, мол ақпарат пен тәжірибе жинақтайын деген адам ғана жеке тұлға жетістікке жетеді деп келеді екен. Олай болса, бүгінгі пікірсайыс ойынымыздың, яғни дебаттың ережелерімен таныстырып өтсем. Бүгін біз пікірсайысты тәуелсіздік Қазақстанның ең үлкен жетістігі деген қарармен алып отырмыз. Яғни бұнда бірнеше форматта өткізіледі. Соның ішінде біз американдық парламенттік форматтың құндылық түрін таңдадық. Мен сіздерге жалпы бұл сайыстың өзінің критерийлерін таныстырып өтсем. Жалпы құндылықтың 5 форматы болады, яғни критерий, яғни резолюция, оны қарар дейміз, яғни тақырыппен толық сайыскерлеріміз таныстырып өтетін болады. Одан кейін дефиниция, яғни бұл кілт сөз. Келесі түрі қалыптасқан жағдай, яғни статус-кво, бұл жерде статистикалық мәліметтерді айтып өтетін болады. Аргумент, дәлел келтіре отырып, қорытындысын, фактіні айта отырып, қорытындылайтын болады. Бізде дебат екіге бөлінеді, үкімет және оппозиция. Екі топта да әрқайсысында екі адамнан бір лидер және спикерден тұрады. Жалпы командаларымыздың аттары бірлік және дарын деп аталады. Өздері қазір таныстыра кетер. Осында отырған ұстаздар арамыздан төрешілер, уақыт төрешісі және төрешілерді сайлап алайық өздеріңіздің араларыңыздан. Төрешіге сіз төреші болыңыз. Сосын екі төреші бір уақыт төрешісін, уақытқа қарап отыратын уақыт төрешісін сайлайық. Сіз келесі тағы бір төреші болыңыз. Уақыт төрешісіне сізге уақытқа қарап Жарайды, олай болса пікірсайысты бірге таңдай отырып, баға беріп отырайық. Біздің қатысушыларымызға сәттілік тілейміз. Ал оқушылар бастаңыздар. Алдымен үкімет процесі бастаса. Сәлеметсіздер ме, құрметті дебатсүйер қауым, ұстаздар және қарсылас топ. Мен Сәдуақас Темірбеков атындағы жалпы орта мектептің 10 сынып оқушысы Әбдуәлі Ұлжалғас дарын тобының лидері боламын. Және де менің спикерім 9 сынып оқушысы Мәлік Айман. Бүгінгі бізге берілген қарар тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасының ең үлкен жеткен жетістіктері. Бірінші, Қазақстан Республикасының алған жетістіктері көп. Бірақ дегенмен де, бірінші тәуелсіздік сөзіне мағына беріп кетсек. Тәуелсіздік дегеніміздің өзіне, тәуелсіздік деген ешкімнің оданында болмай өз болашағыңды өзің қамтамасыз ете білу, өзіңнің жеке мемлекет екеніңді білдіреді. Осы тұста Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың мына сөзін айта кетсем, барымызда, бағымызда тәуелсіздік. Және де осы тұста Дінмұхамед Қонаевтың мына сөзін айта кетейін. Тәуелсіздіктің жүгі ауыр. Бірақ сол жүктің ауырлығына қарамастан, біз өз мемлекетімізді биік белестерге жетелеп келеміз. Осы тұста айта кетерлік болсақ, 1991 жылы тәуелсіздік алған кезде Қазақстан халқының саны небәрі 16.400.000-ды құрады. Ал қазірде 2023 жылы 20 миллион болып отырмыз. Және осы жылдар аралығында Қазақстан халқындағы балалардың өлу көрсеткіші 7,7%-ға азайған. Және де туу көрсеткіші 3,5%-ға өсіп отыр. 2017 жылы болған Қазақстан халқының халық санағында Қазақстан халқы небәрі 4.980.000-ді құраса, 1931 және 1933 жылы болған ашаршылықтарды ала отырып, 1940 және 1945 жылы болған
Ұлы Отан соғысынан кейінгі 1959 жылғы халық санағында Қазақстан халқының саны небәрі 2.790.000 ғана қалып, 94.000 ғана қалыпты. Ал қазірде біз 20 миллионбыз. Бұның өзі үлкен жетістік. Одан кейінгі жетістіктерді мен бөле айта кетсем. Бірінші, тіл мәртебесі қолға алынды. 1999 жылы Қазақстан Республикасының елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақ тілі туралы заң қабылдаған болатын. Одан кейінгі екінші, шекараны бекіту, көрші елдермен жақсы қарым-қатынас, кедендік одаққа қол қойылды. Біз тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасының шекарасын бекіттік. Бұның өзі үлкен жетістік деп ойлаймын. Үшінші, ядролық қарудан бас тарту. 1991 жылы 30 тамызда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ядролық қарудан бас тарту туралы шешім қабылдаған болатын. Бұның өзі біздің мәртебемізді көкке көтеріп отыр. Төртінші, инфрақұрылымның дамуы, сәулет өнерінің дамуы. Бірінші осы сәулет өнері деген кезде біздің есімізге Бәйтерек монументі еске түседі. 1997 жылы биіктігі 97 метрді құрайтын Бәйтерек монументі біздің тәуелсіздігіміздің нышаны. Одан кейін 2017 жылы болған Экспо 2017 көрмесі туристерді біздің Қазақстанымызға тартып, сол туристердің көзінің жауын алған көрме болып өтті. Одан кейін бесінші, білім медицина саласының көбеюі, 100 мектеп, 100 балабақша, 100 аурухана салынуы. Қазіргі таңда кеңес үкіметі кездегі емес, қазіргі таңда қазақ мектептерінің саны артуда, өз білімімізді өзіміз күшейтуімізде. Ол келесі сөзді келесі топтың лидеріне беремін. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, қарсылас топ және де көрермендер. Менің есімім мен Садуақас Темірбеков атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 10 сынып оқушысы Есболған Гүлжауһар. Және де менің спикерім 9 сынып оқушысы Әбдіғапар Мерей. Бүгінгі біздің қарарымыз Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейінгі жеткен жетістіктердің кемшіліктері туралы айтатын боламыз. Мен қарсылас топтың ойын құрметтеймін, бірақ келіспеймін. Себебі Қазақстанның осы уақытқа дейін дұрыс дамыған болса, онда неге шахтерлардың өлімі көбейіп жатыр? Статистикалық тұрғыда қарайтын болсақ, шахтерлардың өлімі 1994 жылы 25 адам қаза тапса, 1915 жылы 13 адам қаза тапқан. Және де 1995 жылы 13 адам Ленин шахтасында қайтыс болып отыр, және тағы сол жерде 41 адам қаза тапқан. Абай шахтасында 2008 жылы 51 адам қаза тапса, соңғы 2020 жылы 46 адам қаза тауып отыр. Және де осындай қазалардан кейін ArcelorMittal компаниясының жұмысын тоқтату туралы үкім шығарылды. Осы жерде бір сұрақ туындайды. Сонда осы үкім шығарылу үшін осыншама адам қайтыс болу керек пе еді? Және де сіздер 20 миллион Қазақстанның халқы 20 миллионға жетті дейсіздер. Ол 20 миллион адамның барлығы да қазақстандық емес деп ойлаймын. Өйткені соңғы жылдарда бізге 1 миллион 117 мың адам оралман қайтып келіп отыр. Екінші мәселе, нәрестелердің өлімі туралы. Сіздер статистика бойынша 1991 жылға Қазақстанның өмір деңгейі мен қазіргі Қазақстанды салыстырдыңыздар. Сол жерде нәрестенің өлімі 7%-ға ғана азайды деп отырсыздар. Егер Қазақстан 18 жылда дұрыс жеткілікті дамыған болса, неге нәрестенің өлімі 7%-ға ғана азайған? Және де 3,5%-ға ғана көбейген? Неге ол 15, 20, немесе 30%-ға көбеймеске? Тағы да бір айта кететін мәселе, Қасым-Жомарт Тоқаев тіл туралы заңды қабылдады дейсіздер. Тіл туралы заң қабылданғанымен қазақстандықтар әлі дұрыс қазақ тілінде сөйлей алмайды. Мысалы, кино режиссерлар, блогерлер және де көшедегі кетіп бара жатқан адамның өзі көбінесе орысша сөйлейді. Кино режиссерлар өздерінің қазақша кино түсіреміз деп қазақша киноның ішіне орысша сөздерді және де балама сөздерді де қосып отырады. Бұл тағы да бір жеткен жетістіктеріміздің кемшілігі болып табылады. Содан кейін ядролық қару. Ядролық қарудан бас тартқанымыз рас, бірақ әлі де дұрыс бас тартпағанымыздан кейін әлі де бірнеше жерлеріміз зардап шегуде. Мысалға алатын болсақ, Арыс қаласы. 2019 жылы маусым айында өздеріңіз білетіндей Арыс қаласында жарылыс болды. Арыс қоймасында өрт шығып, сол тез таралып және де бірнеше адамды жарақаттаған болатын. Ол жерде адамның денсаулығына, психикалық ойлау қабілетіне және де баспанасыз қалуына көп зардабын тигізген. Және тура сондай оқиға көп ұзамай Жамбыл облысында орын алып отырды. Енді инфрақұрылымға келсек, инфрақұрылым 18 жылда дамыды дейсіздер. Сондағы салынған Батыс Еуропа, Батыс Қытай жолы
2009 жылы басталды және де ол әлі күнге дейін жалғасын тауып келе жатыр. Яғни әлі құрылысы бітпеді 2009 жылдан бері. Жарым нысандар салынып жатыр, бірақ сол жердегі тұрғындарға кесір тиіп жатыр. Және де сіздер инфрақұрылымда Экспо 2017 көрмесін айтып өттіңіздер. Я сіздер мақтанып отырсыздар ол көрмемен. Ол көрмеден бері бізде 6 жыл уақыт өтті. Сол 6 жылдың ішінде ешқандай инфрақұрылым, технология, жасыл экономика дамыған жоқ. Яғни 6 жылдан бері ешқандай да мәселе қолға алынған жоқ. Сонан соң Экспо 2017 көрмесі туралы сіздерге сұрақ қойсам, Қазақстанға Экспо 2017 қандай пайдасын тигізді, және де Экспо 2017 көрмесі өзін ақтай алды ма? Өз шығынын ақтай алды ма? Осы екі сұрақ. Және де біздің ең үлкен жетістігіміз бұл тәуелсіздігіміз. Егер тәуелсіздік алмағанда біздің басқа да Байқоңыр ғарыш айлағын айта кететін болсақ, ол тек белгілі бір уақытқа ғана Ресей Федерациясына жалға берілді. Ал егер біздің біз тәуелсіздік алмағанда Байқоңыр емес біздің қазақ халқының барлық жері Ресей Федерациясынан тиесілі болатын еді. Ал егер келесі тіл саласына өтетін болсақ, біздің барлық билік өкілдері қазақ тілін дамытуға өз үлестерін қосып жатыр. Яғни біз қазақша мектептерді көптеп ашып жатырмыз. Егер біз тәуелсіздік алмағанда, КСРО кезінде өмір сүргенде, біз бәлкім қазақша мектептерде оқи алмайтын едік, қазақша білім алмайтын едік, тіпті тұрмыс жағдайында қазақша тілде сөйлей алмайтын едік. Және КСРО кезінде бізде медреселер де аз болған, медреселер де дін мен білім жайлы оқытқан. Және ол жерде медреселер де созық пен саналықтай болғандықтан бізде білім жоғары болмайтын ба еді. Келесі мәселеміз біздің адам өлім санына келетін болсақ, бізде бұрын КСРО кезінде ешқандай да адамдардың өлімін бізге айтып отырмаған, яғни ешқандай да хабарлар жеткізбеген. Біз тіпті халық зиялыларын, қазақ зиялыларын сол халық алдында халық жауы ретінде атқан. Сол егер біз тәуелсіздік алмағанда, біз ол зиялыларды тек тәуелсіздік алғаннан кейін ғана ақтап аладық. Егер біз оларды ақтап алмағанда, олардың шығармаларымен ешқашанда сусындамайтын едік, ешқашанда олардың бізге істеп кеткен жақсылықтарын түсінбейтін едік. Бәлкім тіпті орыстардың әлі де боданында жүретін едік. Төртінші мәселеміз, бізді орыстар келгезі деп атаған, яғни олар қазақтарды жек көрген, соншалықты қырғыздар деп атаған. Содан мен мысалға бір мысал келтіріп кеткім келеді. Үндістанда американдықтардың отаршылығы болған. Сол себептен де Үндістанның қанша жыл болды тәуелсіздік алғанда, бірақ олар өз тілінде мемлекеттік тілді қоймаған. Яғни олардың мемлекеттік тілі ағылшын тілі, ал олар өз ана тілін тек тұрмыстық жағдайда қолданыла алады. Және соңғысы, біздің жас тәуелсіз Қазақстанымыздың жететін жетістіктері әлі алда. Мен оған және оның жететініне мен нық сенімдімін. Біріншіден біз сіздердің ойларыңызды құрметтейміз, бірақ келіспейміз. Яғни сіздер жаңа біз қойған екі сұраққа жауап бермедіңіздер. Әрі қарай өзіміздің неңізді айтатын болсақ, сіздер басында айтып кеткеніңіздей Байқоңыр. Өзіміздің Байқоңыр ғарыш айлағы Ресей мемлекетіне тиесілі болып отыр. Бұл үш ашықтарлық мәселелердің бірі. САД кемесін ұшырды, бірақ ол сәтсіз ұшырулардың бірі болады. Кеменің қайда кеткені белгісіз, өз-өзімізбен ғайып болатын болып. Яғни осы туралы сіздер көптеген мәліметтер, осы туралы көптеген нелер жасауларыңыз керек болатын. Сіздер айтқандай қазақ мектептерін айтып отырсыздар. Қазақ мектептерінде, мысалы қазір көптеген қазақ мектептері ашылғанымен, басқа да қалалардың арасында өзара орысша сөйлесу көп таралып жатыр. Яғни сіздер куәсіздер, яғни отбасылық жағдайда, немесе қоңырау уақытында көптеген оқушылар, мұғалімдер бір-бірімен орысша сөйлесіп жатыр. Бұл біздің елімізге кері әсерін тигізеді. Яғни біз осы уақытқа дейін қазақ зиялылары біздің елімізді қаншама осы тілді дамыту үшін, елімізді аман алып қалу үшін қазақ үшін қанын төккен
зиялылар осы тілімізді байыту үшін өз қандарын төккен болатын. Яғни бұл осы жайлы сіздер не ойламақсыздар. Осы туралы тіл заңы қабылданғанымен көп жерлерде біз орысша сөйлеп жатырмыз. Және де сіздер айтып өткендей, ағылшын тілі мемлекеттік тіл болып есептеледі. Мемлекеттік болғанда болып есептеледі. Яғни қазір біз неге осы қазақ тілін дамытып, мемлекеттік тіл, қазақ тілі деп бекітпеске? Сосын сіздер айтқандай киргиз, олар бізді жек көргендіктен емес, ол біздің атымыз шықпағандықтан, осы жерде біздің атымыз жоқ болып, елі танымағандықтан, тілі өлген ел демекші, осы орайда айтып кеткендей, бізді жек көргендіктен емес, біздің елімізге атымыз танылмағандықтан, олар қырғыз деп атаған, киргиз деп атаған. Қорытынды айту керек еді, бірақ қорытыламас бұрын спикердің Мери ханымның сөзін айта кетсем. Бірінші, сіздердің лидерлеріңіз айта кеткендей, Қазақстанда тек қазақтар тұрмайды. Сіз айта кеткенде Қазақстанда тек қазақтар тұрмайды. Біз көп ұлтты халықпыз. Ал сіз тек қазақтар тұрмайды деп халықты ұлтқа бөліп жатырсыз. Ол дұрыс емес. Және одан кейін сіз спикеріңіз айта кетті, қазақ тіліндегі мемлекеттік тіл деп қабылдамасқа. Осы жерде ең сорақы қате кетті деп ойлаймын. Себебі бізде қазақ тілі мемлекеттік тіл болып қалыптасқан және қабылданған, ол заңмен бекітілген. Оны біз айта кеттік. Және де одан кейін айта кететін болсақ, біздің жеткен жетістіктеріміз аз емес. Білім саласында да, спорт саласында да. Мысалға, қазір сіздер айтып жатсыздар, эксподан кейін қандай сала дамыды деп. IT саласы дамыды. Мысалға, айта кетсек, білім саласында жас ғалымдарды айтатын болсақ, Любовь Дученко 16 жасында Қытайда болған робототехника жарысында жеңімпаз атанған. Тимур Рысбеков 18 жасында кибер қорғаныс жобасы $10 миллион бағаланған. Біздің жастардың IT саласы бойынша өсіп келе жатқан айтуға болады. Енді қорытындылай кетейік. Сараптамада қарап қалма демекші. Біздің болашағымыз осы жастардың қолында дей келе. Мен өз сөзімді Маржан Жұмабаевтың "Мен жастарға сенемін" өлеңімен аяқтағым келеді. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін дей келе, болашағымызды жастарға табыстауды жөн көрдім. Сіздің ең бірінші қателігіңіз, ол менің сұрағыма сіз әлі жауап берген жоқсыз. Ешқандай жауап алған жоқпын өз сұрағыма. Және де Қазақстан көпұлтты мемлекет дейсіз. Мен жай ғана сізге мәлімет бердім. Осынша оралмай келді деп мен сізге жай мәлімет бердім. Және де енді өз ойымды қорытындылай кетсем, тәуелсіздік алғанымыз анық, және де оны жоққа шығару мүмкін емес. Және де осы уақытта жеткен жетістіктеріміздің әр соңында бір қап әттеген-ай дейтін жағдайлар болып отыр. Мысалы, мен сізге айтып өткен Экспо 2017 көрмесін, инфрақұрылымды және де ядролық қаруды айтып өткен болатынмын. Және де тағы да айта кетерім осы тұста, ауруханалардың салынуы, тұрғын үйлердің салынуы. Тұрғын үйлер салынған кезде олар құрылысы бітпей жатыр, олардың қирап қалғанын көріп жатырмыз. Мысалы, Қарағанды облысында биыл сондай жағдай болды. Және де жолдардың салынуы. Жолдардың салынғаннан кейін олардың кепілдігі 5-10 жылға дейін болу керек. Ал олар 1 жылға жетпей қирап қалып істен шығып жатыр. Біз сіздердің сұрақтарыңызға жауап бердік деп ойлаймын. Бізден сұрадыңыз, Эксподан кейін қандай сала дамыды деп. Біз IT саласы деп жауап бердік. Және де бұл жерде дебатта ескеретін бір нәрсе, қорытынды айтқан кезде аргумент айтылмайды. Басты осы дебаттың ережесі бойынша. Ал сіз сол қорытындылай келе, сіз аргумент қостыңыз, тұрғын үйлерді салу сапасы және ол қай жерде болды, ол аргументке жатады деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, жарайсыздар. Қатысушылар, үкімет және оппозиция фракциясының еліміздегі жетістіктерін, олардың көп екендігін, әсіресе соның ішінде тіл, жаңағы инфрақұрылым, спорт саласы барлығын қыздарымыз қамтып шықты. Жақсы, соңында әділ қазыларымыз шешім шығармас бұрын біздің дебатта қатысқан қарсыластарымызға,
яғни дебатта қарсылас болсаңыздар да қарсылас болмаңыздар деп аяқтағым келеді. Ортаға шығып бір-бірлеріңізбен қол алысып қойсаңыздар. Ал төрешілер өздеріңіз ағаларыңыздың мен енді жақсы да болғаныңызды жақсы дайындалыпсыз сабағыңызды. Тәуелсіз жылдарда Қазақстанның ең үлкен жетістігін тақырыпталыпсыз. Өте жақсы. Биылғы тәуелсіздігіміздің 32 жылдық толуына байланысты алған тақырып деп ойлап отырмыз. Деп қалдыңыз. Бәріңіз келе жатқан мерекеңіз құтты болсын, мәңгі болсын. Бұл жерде жаңағы екі топқа бөлінген өте жақсы да үкімет өздері апайыстар бір-біріне қарама-қарсы бір жақтан жақсы жағын айтып отырса, екінші жағы оған қарсы шығып, қарсы пікірлерін мүйіз жақтан айтып отыр. Бұл жерде молодец, қыздарымыз өте жақсы. Барлық кезде оқушыларымыз осылай дайындалып, бәрі 45 минутта кез келген пәннен осылай сөйлейтін болса, біздің Қазақстанның болашағы осы қыздар. Рахмет қыздар, енді сіздерге 5-4 деген балл қойып десем, екі жағында бәріне 10 балдан жақсы маған. Баға бермес бұрын керек, жалпы бұл дебат деген сабақтың басқа сабақтардан ерекшелігі баланың өзінің ойын, пікірін еркін жеткізуге баулайтын нәрсе. Бұл барлығымыздың үйренетін нәрсеміз деп ойлаймын. Ал бүгінгі мына сабақта екі топқа мен өзім жоғары деген баға бергім келіп отыр. Өйткені біздің болашағымыз осы жастар болғандықтан, жастардың қазіргі қоғамдағы осындай саяси мәселелерді араласуы, талдауы, түсінуі, оған баға беру және жетістіктер мен кемшіліктерін түсіне алуы бұл өте қуантарлық жағдай деп ойлаймын. Сәттілік қыздар, апай сізге де үлкен рахмет. Рахмет оқушылар. Бірақ осы дебатты мен жақсы жағын айтып жатсыздар ғой. Кері жағын айтсам болады ма? Бұл кері жағы дегенде қазір сіздің ең соңғы әдісіңіз маған ұнады. Бұл бір-бірімен қол алыстырып, жарыстырып қою дегенге келіп тұрды. Бұл жерде бала адам ішіндегін айтамын деп келесі оқушыны жек көрінішті көзбен қараудың қажеті жоқ. Ол тек қана адам ішіндегі оқушы ойындағанын айтып жатсыздар. Жақсы. Бұл тағы да көп көлемді жағынан сұрақтар қойылып жатыр. Бұл сұрақтарға жауап берілу керек. Мен енді нақты біріншіден кімдер үкіметке 2-де 38, кейін үкімет лидері 2-де 38, спикері 2-де 30. Мен секундына дейін жазып отырмын. Кейін жалпы ұпайларыңызды айтайын, үкімет сіздердікі 6-да 27 болды. Келесі оппозиция тобы кім еді? Гүлжаухан біріншіде 4 минут сөйледі, Мерей 2-де 30. Жалпы ұпайлар келесінде жазған мен оны 1-де 70, 20 секунд қайтып сөйледі. 8-де 30 болды. Келесіздер? Жадыр апай, енді сіздің жетекшіміз ретінде өзіңізде ойыңызды айтып өтсеңіз. Бауыржан апай, сізге үлкен рахмет, осындай керемет сыныптан іс-шараны сайысын ұйымдастырып отырғандарыңызға. Және де мен берген нәрсені айтып кеткім келіп отыр. Жақсысын айт дейді, ортасын деп. Ұлжалғас қателеспесем, Ұлжалғас қызға жеке тоқталғым келіп отыр. Керемет оқушы екен. Сөз сарапта, өзін ұстауда, дебат сабақтарға қатысып жүрген қыз деп ойлаймын негізінен. Сондай көрінді маған әріптестер. Президентті бастап алда әлі аудан жарыстарында, облыстарда, республикада бөлінетін деп ойлаймын. Биіктерден көріне беріңдер қыздар, сендерге үлкен рахмет, тек қана Ұлжалғас мақтады деп ғана қоймаңдар, сендер де керемет екенсіңдер, өздеріңді ұстауларың, білімдерің, алған апайдың берген білімдері өте жақсы. Рахмет қатысқандарыңызға. Біздегі сыныптан іс-шара болғандықтан осындай 5 минут
ішінде бердім, оны енді қазір бізге ойлауымыз болады ғой, талдау қорытынды сол кезде жазып толтырып бересіздер алдымызда келіп тарағына. Жақсы қыздар, молодец. Бір жақтары жақсы жағын айтып жатса, екінші жағы оған қарсы пікірлерін минус жақтан айтып отыр. Бұл жерде молодец, қыздардың өте жақсы. Барлық кезде оқушыларымыз осылай дайындалып, бәрі 45 минутта кез келген пәннен осылай сөйлейтін болса, біздің Қазақстанның болашақ осы қыздар ма? Рахмет қыздар, енді мынау сіздерге 5-4 деген балл қояйын десем, не қылмын, екі жағына бәріне 10 балдан жақсы маған. Келесі төрешіміз сіздерге баға беріп кетсеңіздер. Баға бермес бұрын нәрсе керек. Жалпы бұл дебат деген сабақтың басқа сабақтардан ерекшелігі баланың өзінің ойын, пікірін еркін жеткізуге баулайтын нәрсе. Бұл барлығымыздың үйренетін нәрсеміз деп ойлаймын. Ал бүгінгі мына сабақта екі топқа мен өзім жоғары деген баға бергім келіп отыр. Өйткені біздің болашағымыз осы жастар болғандықтан, жастардың қазіргі қоғамдағы осындай саяси мәселелерді араласуы, талдауы, түсінуі, оған баға беру және жетістіктер мен кемшіліктерін түсіне алуы бұл өте қуантарлық жағдай деп ойлаймын. Сәттілік қыздар, апай сізге де үлкен рахмет. Уақыттың бағын рахмет оқушылар. Бірақ осы дебатты мен жақсы жағын айтып жатсыздар ғой. Кері жағын айтсам болады ма? Бұл кері жағы дегенде қазір сіздің ең соңғы әдісіңіз маған ұнады. Бұл бір-бірімен қол алыстырып, жарастырып қою дегенге келіп тұр да. Бұл жерде бала адам ішіндегі айтамын деп келесі оқушыны жек көрінішті көзбен қараудың қажеті жоқ. Бұл тек қана адам ішіндегі оқушы ойдағыны айтып жатсыздар, жақсы. Бұл тағы да көп көлемді жағынан сұрақтар қойылып жатыр. Бұл сұрақтарға жауап берілу керек еді. Мен енді нақты біріншіден кімдер? Үкіметке 2-де 38, кейін қасындағы үкімет лидеріміз. Лидері 2-де 38, спикері 2-де 30. Мен секундына дейін жазып отырдым. Кейін жалпы ұпайларыңызды айтайын, үкімет сіздердікі 6-да 27 болды. Келесі оппозиция тобы кім еді? Гүлжаухан, ә? Гүлжаухан біріншіде 4 минут сөйледі, Мерей 2-де 30. Жалпы ұпайлар келесінде жазған, мен оны 1-де 70, 20 секунд қайтып сөйледі. 8-де 30 болды. Келесіздер? Жадыр апай енді біздің жетекшіміз